Ләкин ешқашанда сабағын насихаттың қадамына қарағын. Пән ішінде пәндердің бір төресі алып жүрген қазақ тілі сабағын. Сөз білер жанмен қазақ таласама, асылға артық болмас баласаң да, армысыз өнер сүйгіш көрермендер, армысыз жиылған көп тамашаға. Тоқтаңыз, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Не айтайын дедім? Туған жерің? Қызымын Шыңғылды деп аталатын ауылдың. Туған жылың? 1971, құрдасымын Тайсанның. Жынысың кім? Әйелмін, бесігінде тербететін әлемнің. Шыққан тегің? Қазақпын, кіші жүздің кетесі, халқым оны жыр қонған деп санайтын. Білімің ше? Жоғары, мен өзімді кіші дейін санаймын. Ана тілің? Қазақша, қысылғанда орысшам бар, өзбек тілім тағы бар. Қайда істейсің? Жұмыс орным бірінші қазақ мектебі. Міндеттісің бе халқыңа? Міндеттімін білімменен тәрбиені ұштауға. Мекен жайың? Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ұстаз деген пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бер аздаған, мен шәкіртке білім беруге келгенмін. Қызымның қосалының атым Майра, қызыл тіл көмекейден тағы сайра, атымды әкем қойған екен, болсын деп тағы да бір әнші Майра. Болмадым әнші деген жыршыда мен, сусындатқан шәкірттің білімімен, еңбегіне еліктеп олардың, таңдадым ұлағатты кәсіпті мен. Шақырып оңтүстіктің білім бағы, анамның орындалған бастарманы, білім ал ең таңдау ұстаздардан, атамдым қазақ тілдің майталманы. Көктемнің қуанам бұл көктемнің таңын көріп, мақтанам мектебімнің сәнін көріп, ордамыздың қалада орны бөлек, жапырағы жай қалған бір бәйтерек. Өмірлік мақсатына жетелеуде берермін шәкірттерге көп бұлағат. Топтан өзу мақсатым болмаса да, білікті ұстаз болу басты мақсат. Асыл жар, анамын мен, бақытым, бар байлығым бала деген, тыныштығын тілеймін, мына күннің халқым аман болсын деп ұрпағым